Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін суға қайнатып жасалынатын нан пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Суымызды құямыз. Қантымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Дрожжымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды саламыз. Бірінші таяқшаның көмегімен араластырамыз. Үстінен ертілген сары майымызды құямыз. Тағы да қасығымызбен жақсылап тұрып араластырып, қолымызбен жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап тұрып, басып аламыз. Оны кішкене ғана сеп отырамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Жылы жерге бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Енді осы қамырымызды ұнның көмегімен бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөлігін осылай қолымызбен басып аламыз. Бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қалдырамыз. Енді суымызды қайнатамыз, оған содамызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Суымыз қайнап тұру керек. Енді осы әр нанымызды алып, қайнап тұрған суға 30 секундтан екі жағынан қайнатып пісіріп аламыз. Сыйғанша 3-4 салсаңыздар болады, менде 4 сыйды. Осылай қасықтың көмегімен ыстық суды бетіне құйып отырамыз. Екі жағын 30 секундтан қайнатамыз. 30 секунд өткеннен кейін әр бөлігін осылай сүзіп аламыз. Қалған нандарымызды да тура солай 30 секундтан осылай екі жағынан қайнатып аламыз. Сол уақыт аралығында духовкамызды қыздырып қоямыз. Противенге пергамент қағазын жайып, үстінен тура осы ыстықтай күйінде нанымызды салып шығамыз. Пышақтың көмегімен осылай кішкене кесеміз. Үстінен мак себеміз, мак немесе кунжут. Ыстықтай пеште пісіріп аламыз. Осындай ерекше кішкентай батондарымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Сіздерге рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.